Hi everyone, бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз Numerals, яғни сан есімдердің тестін талдайтын боламыз. Сонымен кеттік. Бұл жерде сіздерге білу керегі көбінесе жаңағы сан есімдері, реттік сан есімдер, бөлшектік сан есімдер ағылшын тілінде қалай айтылады, жылдар қалай айтылады, телефон номері қалай айтылады деген сияқты жерлерді білу керексіздер. Сонымен кеттік. Бірінші сұрақтан бастайық. Coffee now is... Енді жақта to the second деп тұр, екі деп тұр. Екі немесе екінші болуы мүмкін. Most widely traded commodity after oil. Кофе мұнайдан кейін ең көп сатылатын тауар болып саналады дейді. Сонда екінші деген ағылшынша реттік сан есімдер қалай жасалынады? The болады. Одан кейін екінші болатын болса the second болады. Сондықтан біріншісінің жауабы the second. Барлығы солай жасалынады. The first бірінші, the second, the third. Және арғатай TH алға бересіздер. Мысалға the fourth, the fifth, the sixth деп арғатай айта бересіздер. Арғатай кеттік. Екіншісі the number after 99 is 99-дан кейінгі сан 100-де 100, 101 емес, 200 емес. Неқта енді оңай бұл. Екіншісі C варианты болады 100. Жақсы, тамаша, арғатай кеттік. Choose the right form of the numeral 2409 деген жазбаша түрі қалай болады. Енді бұл жерде білу керек нәрсе, бұл 2400 дейді ағылшын тілінде және 9 деп айтады. Сол нәрсені білу керек болады. Бұл жердегі сонда соған келетін варианты 2400 деп жүздікті мыңдықты айтып алды. Одан кейін ондықты бөлік N9 деп айтады. Сонда дұрыс варианты C болады. 2409. Жақсы, арғатай кеттік. Міне мұнаяқта 3-тен 2 бөлігі, яғни бұл бөлшектік сан есім, fractionals. Сондықтан бұл жерде білуге қалай айтамыз? Егерде алымында жоғары жағында, яғни бірден көп сан тұратын болса, онда бөлімдегі астындағы санға біз S жалғап айтамыз. Сондықтан 2/3 of 2/3 болады. Сонда бізде вариантта A мен B қалады. Белгілі бір тонна болғандықтан артиклін қоямыз. 2/3 of a ton болады. Сонда төртіншісінің дұрыс варианты B. Бесіншісі. The company is planning to produce more than 4 миллион баррель. Компания күніне 4 миллион баррельден көп шығаруды жоспарлап отыр. Сонда дұрыс варианты бізде бұндай айтқан кезде біз 4 million barrels деп айтамыз. 4 millions деп айтпаймыз. 4 million barrels. Баррелға жалғайсыздар. Сонда 4 миллион баррель күніне шығарады деген жауап шығады. Бесіншісі B. Алтыншысы. Alternative for the underlined word of phrase. Alternative яғни басқаша қалай айтса болады. What is the time? It is 6:15. Естеріңізде болса, британдық ағылшын тілінде уақытты айтқан кезде біз past, кетсе past, қалса to мен айтамыз. Және ол жақта ширек деген бар, 15 минутты quarter дейді, жарты сағатта half деп айтсаңыздар болады. Сондықтан ол жақта quarter, яғни бұл ширек. Енді кетті ма, қалды ма білшін, past, яғни бұл кетті. Сондықтан it is 6:15, яғни 6-дан ширек кетті деген сөз. Сондықтан бұл жердегі дұрыс варианты B болады. Бірінші олар қанша кеткен айтады, минутын айтады. Мысалға, ширек кетті 6-дан деп айтады. Келесі сұрақ. Choose the one alternative for the underlined word or phrase. These computers cost $11,040. Мынау қалай айтылған, жазылғаны, енді оны санмен қалай дұрыс айтқан дұрыс. 11,000, яғни $11,040. $11,040 болады. Сондықтан мына жақтағы қай варианты дұрыс? Бұл жерде дұрыс варианты D болады. Келесі, енді my phone number is. Енді ағылшындықтар жалпы өздерінің номерін айтқан кезде олар әр санды жеке-жеке айтады. Бірақ та егерде екі сан қайталанатын болса, онда оны double деп айтып өтеді. Сондықтан мына жерде 4-тен басталады, 4, яғни 40 емес, 40 деп айтпайсыздар, 4 деп бастайды. Сондықтан D мен E варианты кетіп қалады. 4
Одан кейін сіздерге жаңа айтқандай екі сан қайталанса, онда оны double деп айтады. Сондықтан double zero, яғни A мен C варианты алады. Және ары қаратай санды айтып шығасыздар. 2, 30, 30 емес, 3, 5. Сондықтан дұрыс варианты C. 4, double zero, 2, 3, 5. 9-шысы. Although he was looked busy, he probably wasted 3/2 бөлігін of his time. Уақытының 3/2 бөлігін ол бос емес болғанына қарамастан ол жұмсады деп айтып отыр. Сондықтан бағана қалай айттық біз 2/3 S жалғауды ұмытпаймыз. Сондықтан бұл жердегі дұрыс варианты E болады. 2/3. Егер де төбесінде 1 тұратын болса, онда 3 дегенге мысалға S жалғамайсыздар. Соны естеріңізге сақтаңыздар. Қазір вариантта кездессе. Енді тағы да мына жақта уақытқа байланысты келді. 10-шы сұраққа қарайтын болсақ, what is the time? It is 6:45. Бағана past деді ғой, кетті дедік, 15 минут кетті. Енді мына жақта 15 минут қалды 7-ге. Яғни ол қанша деген сөз? Мына жақта уақытта 6:45 деген сөз. Сондықтан 10-шы варианттың дұрысы D болады. Кеттік ары қаратай. 11. Choose the one alternative for the underlined word phrase. How much is a chicken sandwich and mineral water? Бұл 2-де 82 паунд, яғни 80 центті бұлар жеке айтпайды. Сондықтан бұлар дұрыс варианты D болады. 2 pounds дейді, және 80 деп айтасылады. Болды. 2 болғандықтан S жалғанады. 2 pounds, $2 деп айтады. Сол сияқты 2 pounds, 80 деп айтасылады. Болды. 12-шісі. Choose the correct variant. My watch is... Енді 10 деген сан тұр екен, көбінесе яқта, 95 minutes fast. Менің уақытым, сағатым 5 минут жылдамырақ. Енді бұл жерде тек қана 5 деген уақыт қана керек, немесе 10 деген. Сондықтан санақтық сан есім. Сондықтан бұл жердегі дұрыс варианты B болады. My watch is 10 minutes fast. Мағынасына қарау керек, ол үшін сөздік қорда жақсы болған жақсы. Ары қаратай кеттік. Енді мына жақта бағана сіздерге айтып өткенде, оннан 1 бөлігі. Төбесінде 1 тұрса, онда tens деп S жалғамайсыздар. Бірінші A вариантында берілгендей 1/10 емес, тек қана сіздер 1/10 деп қана бітіресіздер, S жалғамайсыздар. Сонда бұл жердегі дұрыс варианты B. 15-шісі арғата кетіп келесі сұраққа. Part of the train was destroyed by the accident. Бір оқиғада, бір апатта пойыздың 3/1 бөлігі зақымданған, быт шыққан, яғни. Сондықтан бұл жерде 3/1 бөлігі төбесінде 1 тұр, сондықтан 1/3 деп қана айтамыз болды. Дұрыс варианты A варианты болды. 1/3. 16-шісі. Choose the right form of the numeral. 1969 жылы дегенде жазбаша түрде қалай айтамыз? Екеуін екі санды бөлік айтамыз. 10-қты мысалы 19 және 69-ын бөлік айтамыз. In жылды айтқанда inді айтамыз міндетті түрде. In 1968 болды. Сондықтан бұл жердегі дұрыс варианты 16-шысы C болды. In 1969. 13-шісі бана қайталанып келді. 3/1 бөлігі дегенде 1/3 деп айтасыласыздар. Сондықтан дұрыс варианты E болады. 18-шісі 11,934. 11,000, 11,000. 11,000 деген варианттар шықты. 900, 900. 900 деген екі вариант қалды. And деп айтасыздар, жүзіктен кейін енді. 34 деп айтасыз. Дұрыс варианты бұл жерде A варианты шыға келеді. 19-шісі. Choose the suffix forming the numerals from 13 to 19. Яғни қараңыздар, 12 деп бітеді ғой. Арғартай 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20-ға дейін сіздер қандай жұрнақ жалғайсыздар, суффикс, яғни суффиксті қандай суффикс жалғайсыздар? Тин жалғайсыздар. Тин жалғайсыздар. Сондықтан бұл жердегі дұрыс жауабы C болады. I will be with you in... Енді мен сенімен боламын, немесе сенің жаныңда боламын. Қанша уақыттың ішінде боласың? Соны айтқан кезде in деген prepositions'ты қолданасыздар. Сондықтан бұл жердегі дұрыс варианты I will be with you in a quarter of an hour деп айтасыздар. Яғни quarter деген бағана
ширек. Бір сағаттың ширегінде боламын деген. Сондықтан айтқан кезде артиклмен айтылады бұлар. A quarter of an hour. 21-шісі is a fractional number. Fractional number деген бағана айттық, біз ол бөлшектік сан есім. 3-тен 1, 4-тен 2 деген сияқты. Сондықтан мына жақта 3/8 емес, оны айтқан кезде қалай айтамыз? 3/8 деп айтсаңыздар болады. Яғни ол 8-ден 3 бөлігі деген сөз. Сондықтан 21-шісінің дұрыс варианты B болады. Қалған варианттарда 3/8 үшінші 8-ші оқылады, 3/8 үшінші 8, 3/8 мүлдем бұл жерде келмейді. 22-ші сұраққа қарайтын болсақ, delegates took part in this conference last year. 200 delegate. Қанша делегат қатысты бұл конференцияда? Яғни 200 делегация қатысты деген сөз. Сондықтан бұл жердегі дұрыс варианты 200 болды. Ешқандай бір реттік, бөлшектік сан есімдер емес. 23-шісі. Booking must be made no later than. Booking деген, яғни ол алдын ала тапсырыс беру, резерв жасау. Алдын ала 5 күн бұрын тапсырыс беріп, бронь жасап қою керек дейді. Яғни сонда 5 күн бұрын дегенде 5 деген санды ғана қоя саласыздар. Сонда booking must be made no later than 5 days in advance. Арғатай, there were, енді мынау сұрақ өте оңай. 375 деген қалай болады? Бірінші жүздікті айтасыз, and және 75-ті айта саласыз. 375 деп айтасыздар. Сондықтан дұрыс варианты бұл жерде 24-шісі D болады. I want to live for, мен 100 жыл өмір сүргім келеді деп айтқыларыңыз келген кезде, сіздер I want to live for 100 years деп айтасыздар. A centimeter is, қараңыздар, төбесінде бір тұрғандықтан алымында сіздер астында S жалғамайсыздар. Тек қана 100, астын реттік сан есімі қоясыздар. Сондықтан бұл жердегі дұрыс варианты 26-шісі B болады. Келесі сұраққа қарайық. Мына жерде 1.225.300 дегенде британды ағылшын тілінде қалай айтамыз? Бұл жерде бірінші мыңдықты айтамыз, одан кейін жүздікті and деймізді арғыта айтамыз. Сонда қараңыздар, 1,200,000 and деп айтамыз, және 25,000 деп айтыласыздар, and 25,300. Сондықтан бұл жердегі дұрыс варианты D болады. Бірінші мыңдықты айттыңыз, одан кейін 200 дедіңізді, жүздікті айтқаннан and айтасыз, одан кейін 25,300 деп қана айта саласыздар. 28-шісі 1/4-тен 1 бөлігі дегенде ағылшын тілінде қалай айтамыз? Бұл жерде білу керек, біреуін жасап үйреніп алсаңыздар, тест кезінде бұл Numerals'тың бір жақсы, бәрін солай жасай бересіздер. Яғни бұл жерде 1 дейсіздерді, одан кейін 4-тен 1 бөлігі деген ол қанша? 4-тен 1 бөлігі деген ол quarter, ширегі. Сондықтан 1 and a quarter деп айтсаластар болды. Сондықтан 28-шісі A болады. 29-шісі she was born on, енді қаншасы екен айтасыздар, on the second, реттік сан есім айтқан кезде then айтамыз, of May 1965. Соңғы сұрақты талдайық. Choose the variant which uses numbers correctly. Санды дұрыс қолданған вариантты таңдаңыз. Енді біріншісінде 1994 was a fund. Реттік сан есімі емес, 1994 жылы. C вариантында басын санмен, соңын жазумен, the year 1994 деп айтпайды. Сондықтан бұл жерде тек қана санмен жазылған B варианты дұрыс. 1994, 1994 was a fantastic year болады. 31 талдай салайық. He has paid out, мені 7-тен 5 бөлігіден қалай айтамыз? Төбесіндегі 5-ті айтамыз. 5 and 7 S жалғауды ұмытпаймыз. Сондықтан 31-шісі D болады. Жақсы, сіздерге бұл жерде сан есім туралы жалпы айтатын нәрсе, тест көбірек жасап шығу керек. Бізде кітапта 120 сұрақтай бар. Соның барлығын жасап, жауаптарымен тексеріп, қайтадан жасап шығатын болсаңыздар, сіздерге қиындық туғызбайды деген сенімдеміз. Сіздерге пайдалы болуға әбден тырыстық. Келесі сабақта кездескенше.